Так, айтпақшы. Қаны менің соткам? Айтпақшы, мен бір жерге баруым керек еді ғой. Менің жиналысым бар еді осы Мансұр мен Камила. Сендер бұл жақсатыңдар ма? Айтпақшы, Ками, Мансур, сендерге ұнады ма менің сауғаларым? Ұнады ма? Жарайды. Мен сендерге күшті бір жаңалық айттым келіп жатыр. Қандай, әке? Не деп ойлайсыздар? Не деп ойлайсыздар? Қандай күшті жаңалық деп ойлайсыздар? Қандай? Біз паркке қыдырамыз ба? Жоқ, біз кеше ғана қыдырдық қой. Так, Камила, сен қандай деп ойлайсың? Маған көйлек бересіз ба? Жоқ, мен саған кеше ғана көйлек алып бердім ғой. Жарайды, сендер таба алмадыңыздар ма? Жоқ. Қазір сендерге өзім айтамын. Мен екеуіңізге бір күшті бір няня шақырдым. Ей, ол күшті бір няня ғой, неге өпкелеп жатсыңдар? Қандай няня десеңіздерші? Плохой жаман. Няня ма? Жоқ. Қандай деп ойлайсың? Маньяк няня ма? Ой, Камила, қатырдың ғой сен. Маньяк няня болмайды ғой. Мен сендерге егіз няня шақырдым. Ура! Ой, сендер қуанбай жатсыңдар ма, Мансур, Ками? Ол нянялар өте күшті, білесіздер ма? Сендерге күшті бір игра ойнайды сендермен бірге. Күштілеп паркке барасыңдар. Как раз сен, Мансур, паркке барғым келе жатыр ғой. Жарайды, мен уақытым жоқ. Так, сағат неше болды? Сағат уже 4 болашақ. Менің жиналысым 4-те басталады. Жарайды. Пока. Жарай ма? Қазір 5 минуттан нянялар келіп қалады. Жарай ма? Давайте, пока. Няня киме қойсыншы, я? Я. Яна бізге ұнамайды, я. Тобыр. Аня, неге бұлар ашпай жатыпты? Естімей отқан шығар да? Қатқағайын. Жарайды. Айтпақшы, олардың үйінде көп ақша болу керек. Соның үшін олар ашпай жатқан шығар. Жарайды, өзіміз ашып көрейікші. Ашық па екен? Ашық қой. Ашылды ғой. Давай көреміз ішіне. Балалай отыр ғой. Жарай. Так. Ух ты, бұл жерде балдар бар екен ғой. Сіз кімсіз? Сіз кімсіз? Бұларға айтқан жоқ па деймін да. Біз сендердің егіз няняларымыз. Ал сендер не деп ойладыңыздар? Айтпақшы, сенің есімің кім? Мансур. Ал сенің есімің кім? Камила. Вау, сендердің есімдерің өте күшті ғой. Сендер біздерге сюрприз жасағыңыз келген бе еді? Вау, рахмет. Вау, бізге Күштікен ғой. рахмет. Жоқ. Сонда бұлар кімге? Сіздерге ма? Сендер неге біздерге осылай көрсетіп жатсыңдар? Сендер біздерге осылай көрсеткеннен кейін біз өзімізге деп ойладық. Мені бұны әпкем берді. Әпкем берді? Әпкелеріңіз қай жақта? Біздің әпкелеріміз кетіп қалды ғой. Кетіп қалды ма? Сендер? Сендер бір өзіңіздер қалдыңыздар ма? Иә. Бір өзің қалдың ба? Жандарым. Біз сендерді жалғыз қалдырмаймыз. Я, біз сендерді өте күштілеп наказание береміз. Ал оны сен не істейсіңдер? Бізге нәне керегіміз
Кетінші. Ой, бұлар кіп-кітте болып алды. Бізге сөйлейм ма? Я? Сендерге няня керек болмаса неге бізді шақырады? Сонша пұлды беріп бізге. Ха, кетші бар. Әкеліңдер. Бұл ақылды бала екен, я. Ақылды қыз екенсің. Жарайсың. Есімің кім еді? Камила. Жарайды. Өте күшті қыздар екенсіздер, балдар екенсіздер. Сендерді бір күштілеп тұрып наказание бермейміз ба? Аня. Айтпақшы, біз өзіміздің есімдерімізді айтпаған екенбіз ғой. Аня. Ой, берсеңші. Аня. Ой, бір сендер де пысық екенсіңдер. Ал менің есімім Ваня. Ой, сендер фу деп қояма мені? Жарайды, осы қыз айтатын шығар. Менің есімім Ваня. Сендер сонда менің есімдерін фу деп жатсыңдар ма? Пошли вы. Алыңдаршы осы сухариктеріңізді. Айнұр, бұларға бірдеңе істеу керек қой. Қашып бара жатыр ғой бұлар. Енді не істейміз, Ваня? Болды, өзіміздің наказаниемізді қолданып. Я. Стульчик алып келсейсіз, оларды байлап тастайықшы. Ақшалардың бәрі алып алмаймыз ба? Бермей келіңдер сендер. Неге қашып бара жатсыңдар? Ұсталдыңыздар ма? Сендер біздерден қашпақ болдыңыздар ма? Жарайды, енді қаша алмайсыңдар, я? Қаны жүріңдер. Сендерге бір күшті бір сюрприз дайындап қойыппыз. Қаны, осы стульчикке отырыңыздар. Отырыңыздар қаны. Отыр. Нені өзінше қашып бара жатыр ма? Сендер қуанып жатсыңдар ма? Ой, жоқ дейді ғой. Так, Камила, сен қуанып тұрсың ба, қуанбай жатырсың ба? Так, сендерді енді біз не істейміз? Байлап тастаймыз, түсіндер ма? Ендігіде бізден қашпайтын боласыздар. Солай ма? Жарықта біздерде өздерінше фу деп жатыр еді ғой. Енді біз сендерді кешірмейміз. Сол істеген заттарыңызды жауап бересіздер, түсіңіздер ма? Енді біз бұларды не істейтінді қазір айтамын. Сендерді біз